Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгін 92-ші сабақ есептеу қорытындылау сабағы. Өткен сабақтарда біз ауызша есептеуді және құрылымы күрделі теңдеулерді шығаруды үйрендік. Енді бүгін соны қорытындылаймыз. Бірінші есепке назар аударыңыздар. Бұл жерде өрнектердің мәнін табу арқылы біз симфониялық оркестрлердің құрамына қандай музыкалық аспаптар кіретінін анықтаймыз. Мысал ретінде бір екеуін көрсете кетейін. Бірінші бізде 101 көбейту 4 деген өрнек берілген. Бұл жерде тиімді тәсілді қолдану үшін бірінші әрине жүздікті көбейтіп аламыз. 101-дің ішінде 100, яғни 100-ді көбейтеміз 4-ке 400 болады. Бірлік бізде 1 көбейту 4 тең 4, 400 қосу 4 тең 404 болады. Екінші бөлумен орындалатын 906 бөлу 3 тең 900 бөлу 3 тең 300, 6 бөлу 3 тең 2, тек 302. Екінші есеп сөзді есеп. Берілген сөз тіркестері бойынша сіздер сызба бойынша есептер құрастыру керексіздер. Қорапта болды түрлі түсті қарындаштар және жай қарындаштар. Мен сіздерге қазір осы сөз тіркестері бойынша сөзді есептің құрастырып көрсетіп жіберейін. Яғни шарты бізде болды 54 түрлі түсті қарындаш және 14 жай қарындаш. Алынды 29 қарындаш, қалғаны бізде белгісіз. Шешуінде біз түрлі түсті қарындаш пен жай қарындаштарды қоса отырып, одан алынған қарындашты азайтамыз. Сонда жауабы бізде 41 қарындаш қорапта қалды. Яғни бұл жерде екі амалмен орындалатын есеп. Келесі есеп бізде теңдеулерді шешу. Бұл жерде мен сізге бірінші, екінші теңдеуді шешу жолын көрсеттім. 56 бөлу 4 қосу x тең 257. Бұл жерде x-тің мәні 243-ке тең. Ары қарай тексеріп мен шығарып қойдым. Алтыншы есеп қалдықпен бөлуді орындау. Бұл оңай есеп. Әрине сіздер осыған дейін шығарғансыздар. Мен біріншісін және екіншісін шығарып көрсеттім. Міндетті түрде есепті шығарып болғаннан кейін екіншісін. Енді оқулықтарыңыздың 25-ші бетіндегі 3-ші, 4-ші, 6-ші есептерді шығарасыздар. Осы мен көрсеткен есептердің төңірегінде.